Мен Жапсарбаев Ғабит Қонышұлы, Шоғыдан әкімдігінің білім бөлімінің Сәду Шәкіров атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Менің ұсынғалы отырған бағдарламамның тақырыбы PISA тапсырмалары негізінде тілдік дағдыны қалыптастыру. Бұл бағдарламаның мақсаты PISA форматындағы тапсырмалар арқылы оқушылардың тілдік және коммуникативтік дағдыларын дамыту, оқу сауаттылығы мен сыни ойлау қабілеттерін жетілдіру. Және осы мақсатқа сай міндеттер PISA форматындағы оқу тапсырмалар арқылы мағынаны болжау және қорытынды жасау қабілеттерін арттыру, PISA үлгісіндегі тапсырмалар арқылы ой қорытындысын жасай білу және өзіндік бір пікір қалыптастыру, және PISA форматындағы тапсырмалар арқылы өзіндік бағалау және рефлексия жасауға үйрету. Менің бағдарламамның өзектілігі халықаралық PISA зерттеуі оқушылардың алған білімін өмірлік жағдаяттарда қолдана алу қабілетін бағалайды. Халықаралық PISA зерттеуінде оқушылардың оқу сауаттылығы мен тілдік дағдысы басты назарда болады. Бұл бағдарлама PISA тапсырмалары негізінде оқушылардың тілдік құзыреттілігін, функционалдық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бағдарлама мазмұны оқушыларды мәтінмен жұмыс істеуге, ақпараттарды талдап, қорытынды жасауға, өз ойын дәлелдеп жеткізуге үйретеді. Және де осы бағдарламамның негізінде күтілетін нәтиже мәтіннің негізгі және қосымша ақпараттарын ажырата алады, өз ойын жазбаша және ауызша түрде еркін жеткізеді, аргумент келтіріп пікірін дәлелдей алады, PISA форматындағы тапсырмаларды өз бетінше орындай алады, өмірлік жағдаяттарда тілдік құралдарды тиімді қолданады. Осы бағдарламада қолданылатын оқыту әдістері PISA тапсырмаларына негізделген оқыту, пән мен тілді кіріктіріп оқыту элементтері, және де сыни тұрғыдан ойлау стратегиялары, нақтырақ айтатын болсақ, инсерт, түртіп алу және вен диаграмма сияқты тағы да басқа әдістер қолданылады. АКТ және интерактивті оқыту, және ойын және жобалық технологиялар әдістері қолданылады. Бағалау критерийлері: өз оқу нәтижесін бағалау және жетілдіру жолдарын анықтау, пікір алмасу арқылы рефлексия жасау, PISA форматының тапсырма түрлерін түсіну және орындау, өз білімін күнделікті өмірде қолдана білу, өмірлік жағдайлардағы тілдік коммуникация. Осы бағдарламаның пәнаралық байланысы тарих, география, биология, математика, информатика және де ағылшын тілі, бейнелеу өнері және технология пәндерімен тығыз байланысты. Жалпы бағдарлама 9 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, жалпы оқу жылына 34 сағатқа құрылған. Енді бұл бағдарлама мынадай бөлімдерді қамтиды: PISA және тілдік сауаттылық 6 сағат, екінші бөлім мәтін мен жұмыс бөлімі 10 сағат, үшінші бөлім тілдік дағдыны дамыту 10 сағат, және төртінші бөлім қорытынды 8 сағат. Енді осы менің бағдарламамның ең басты тақырыбы тілдік дағдыны қалыптастыруға бағытталған, сондықтан да мен сіздердің назарларыңызға осы тілдік дағдыны қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар үлгісін ұсынып отырмын. Ең бірінші тапсырманы алатын болсақ, сараң мен данышпан мәтіні берілген, оқушы осы мәтінді мұқият оқи отырып, кейіпкерлердің жауаптарын өз ойынмен ұсынады және өз ойын дәлелдейді. Екінші тапсырма: мектеп формасының мәтіні берілген, сол мәтінге сай берілген тапсырма, мектеп формасының міндетті болуына көзқарасың қандай, өз ұсынысыңызды және дәлелдеріңізді келтіріңіз деген тапсырмалар беру арқылы оқушылардың тілдік дағдысын дамытуға болады. Және қорытынды: PISA тапсырмалары негізінде тілдік дағдыны қалыптастыру атты авторлық бағдарлама қазіргі білім беру жүйесінің өзекті мәселелерінің бірі. Оқушылардың функционалдық және оқу сауаттылығын дамытуға бағытталған. Бағдарлама мазмұны халықаралық PISA зерттеуінің оқу сауаттылығы бағытына сүйене отырып әзірленген және оқушылардың тілдік дағдыларын өмірлік жағдаяттарда қолдану қабілетін арттыруды көздейді.